Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін шах-плов дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдымен бұл тағамның тестісін дайындап аламыз. 1 стакан жылы сүт, жылы су құйып, ерітілген сары майды, тұзды, қантты салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан соң 1 жұмыртқа саламыз. Бір шай қасық ашытқы салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қажетіне қарай ұнды салып, кішкене жабысқақтау болатын жұмсақ қамыр илейміз. Бұл дайын болған тестімен сіздер самса дайындасаңыздар да болады. Егер пловты шағындап жасайтын болсаңыздар, бұл тестінің жартысын пайдалансаңыздар болады. Дәл осы тестімен дайындалған самсаның рецепті YouTube каналымда бар, қарасаңыздар болады. Осы көлемде дайын болған тестімен жартысымен самса дайындадым, жартысын шах-пловқа пайдаландым. Тестіміз дайын болғаннан кейін 1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді пловты дайындауға кірісеміз. Қалауымызға байланысты етті турап аламыз. Қазанымызды жақсылап қыздырып, әдеттегіден көбірек май құйып, майы қызған соң етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей байқасаңыздар, еттің суы шығады өзінің суы сарқылғанша қуырамыз қызартып. Ет қуырылып болған соң, ет батып тұратындай етіп, үстіне аз ғана су құйып, еттің өзін жарты сағат пісіреміз. Өзіңізге қажетті күрішті алып, оны жақсылап жуып, одан кейін осылай қайнаған суға батырып қоямын. Күріш міндетті түрде батып тұруы керек. Мен 3-4 адамға арналған плов дайындап жатырмын. Сол себептен 2 сәбіз, 1 пияз ғана қолданам. Сәбізді ұзынша етіп турап алам. Пиязды ұсақтап турап алам. Өз қалауларыңызға байланысты турасаңыздар болады. Одан кейін сарымсақты да ұсақ көбік етіп турап аламыз. Тағамға қосатын барлық көкөністерімізді дайындап турап алдық. Етті жарты сағаттай қайнатқан соң, суы сарқылып осындай күйге енеді. Одан соң барлық көкөністерімізді салып, тұз бұрышты қоса салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. 5-10 минуттай тағы да қуырамыз. 10 минуттай қуырылған соң, күрішті де осының үстіне салып, тағы да 5-10 минуттай қуырамыз. Жиі араластырып тұрамыз, асты жабысып қалмауы тиіс. Барлығы біркелкі қуырылуы қажет. Көкөністеріміз қуырылып жатырған кезде чайникке суды қайнатып қоямыз. Өйткені қазір үстіне қайнаған су құятын боламыз. Күрішіміз батып тұратындай етіп, суды құямыз. Су құйған соң, астын баяу отта, бетіне полиэтилен жауып, ровно 15 минут уақытқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін тағамыз дайын болады. Қазандағы палауымыз дайын болғанша, біз тестімізді дайындап қоямыз.
Жаңа бізде пайда болған тестінің мен жартысын ғана қолданып жатырмын. Бұны енді 3-тен 2 бөлікке және 3-тен 1 бөлікке деп 2 бөлікке бөліп аламын. Бір бөлігіміз бізде үлкендеу, өйткені астыңғы бөлікке кетеді. Екінші бөлігіміз бетін жабатын бөлік болады. Жұқарақ етіп жаямыз. Табамызды майлап, табамызға видеодағыдай орналастырамыз. Мынау енді бізде үстіңгі бөлігіне жабатын тесто. Оны да дайындап қоямыз. 15 минут уақыт өтті. Мінекей біздің плов дайын болды. Қақпағын ашып араластырып алсаңыздар да болады. Мен осылай үстіңгі бөлігінен бастап тесто салынған табаға сала береміз. Қазандағы палаудың барлығын осылай орналастырып аламыз. Бетіне бір жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, соны кисточкамен жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің шах плов дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видео сізге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыз.